Тұман, жел, жаңбыр. Бүгін елімізде ауа райы қандай болады? Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтарынан хабардар болу үшін каналымызды күзетіңіздер. Синоптиктер 4 қазан сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлайды Қазгидромет РМК ресми сайты. Метеорологтардың мәліметінше, бүгін Қазақстанның басым бөлігінде антициклон жотасы әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Еліміздің батысында, солтүстік батысында, шығысында атмосфералық фронттардың әсерінен жаңбыр жауады. Сондай-ақ республика бойынша тұман, елдің солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында екпінді жел күтіледі. Түнде Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-шығысында 1-3 градус үсік, Қостанай облысының оңтүстік-шығысында топырақ бетінде 1 градус үсік жүруі мүмкін. Бұдан бөлек Түркістан, Қызылорда облысының орталығында, шығысында, оңтүстігінде, Жамбыл облысында, Атырау облыстарының оңтүстік-шығыстарында өрт шығу қаупі сақталады.